бабаларымыз бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып, Абылай хан бастаған, оның артындағы мыңдаған батырлар барлығы осы елімізді қорғай білді. Абылай хан ханмын деп отырған жоқ. Ол әскерді бастап жаудың алдына жекпе-жекке шықты. Кешегі Қалмақтың атақты батыры Шарышты өлтірген сол Абылай. Мен ханмын деп тақтап отырған жоқ ол. Төле би мен бимін, елдің арасында билік айтып, даулы мәселені шешемін деп ол би боп төрде отырған жоқ. Төле би жайшылықта билік еткен, соғыста найза ұстап ерлік еткен, жорықта іс басқарып, қол басқарып, іс атқарып, үйретіп, жас ерлерге өнеге еткен дейді. Көрдіңіз ба? Осы қазақ халқының бүгінге ел боп тұруына сол асыл ерлердің жасаған амалдары, жасаған ерліктері ұшан теңіз. Оны тілмен айтып ешқашан жеткізе алмаймыз, айналайындар. Біз оны білуіміз керек. Ал бүгінгі таңда біз Төле би болған, Бұқар жырау болған, домбырасын алып елдің алдында ән айтып жүрген, бағанағы Абылай хан хан болған, Қабанбай батыр болған. Қабанбайдың қаншама ұрпақтары отыр осында. Райымбектің қаншама ұрпақтары отыр, Наурызбайдың қаншама ұрпақтары бар. Бірақ білесіздер ме, сол бабаларымыздың жасап кеткен амалдарын, солардың біз үшін жасап кеткен амалдарын білесіздер ме? Тарихын білесіздер ме? Білмейміз. Ал егер біз олардың тарихын, біз үшін құрбан болған өмірлерін білетін болсақ, біз онда олар жақсы көретін едік. Тәуелсіздіктің қадірін бұрынғыдан да бетер жақсы көретін едік. Және еліміздің тәуелсіздігі үшін біз үлкен үлес қосатын едік, айналайындар. Арақ ішіп, бүгінгі таңда темекі тартып жүрмейтін едік. Бос өткізбейтін едік өмірімізді. Кешегі Төле би атамыз мына Қалмақтың ханы Қалдан Серенге екі бірдей баласын 15 жылға қазақ халқының тәуелсіздігі үшін кепілдікке берген. Біз үшін берді. Бүгін қай хан, қай патша екі бірдей баласын Путин мен бағанағы Американың президенті кім кепілдікке береді? Оныдан бар ма тарихта бүгінгі таңда? Жоқ. Ал енді Абылай қаншама кеше неде отырған кезде де қайтпай өзінің ар-намысын түсірмей Қалдан Серенге жауап берген сөздер еститін болсаңыздар, әрине біз бабаларымызды қатты құрметтейміз. Райымбек батыр біздің осы Жетісуды қорғаған атақты батырымыз 17 жасында атқа қонды, анасының батасын алып. Қазақтың бір топ жаңағы ұлы жүздің әскерлері іледен өте алмай тұрған кезде сол 17 жасар бала айла тауып, аттың екі жағына қамыс байлап, бәленбай мың сарбазы іледен өткізді. Күздің бір жаңа көктемнің бір су тасып жатқан кезінде. Қалмақтың ханы Алматыны билеп отырған Қалмақтың ханы Қореннің басын шапқан кім? Райымбек. Қалмақша киініп, бүткіл Қалмақтың гарнизонының арасына тұрып, Қалмақтың ханы төрде отырып, ей, мына қазақтар бізге шабуыл келатыр екен, ажал іздеп келатыр олар. Ұстағандары бақан таяқ бағанағы, шоқпар, оларда қару-жарақ деген жоқ. Біз мұздай қаруланғанбыз, зеңбірек. Ана ажал іздеп келатқан қазақтардың барлығын барып, бастарын шауып, алдым алып келіңдер деп тәкаппарланып тұрған кезде, Райымбек батыр сол Қалмақтың арасында тұрған қалмақша киініп, 17 жаста, сіздердің жастарыңызда. Сонда Көкойнақ деген аты болған, атымен шауып барып бағана Қалмақтың ханы Қореннің басын алған. Райымбек деп айғайлап бар. Сонда әр қалмақтың үйінде бағанағы жаңағы құлдары мен күңдері жүреді екен. 4-тен 5-тен 10-нан қазақтың жігіттері мен қыздары. Қалмақ әбден басынған кез, құлы боп, күңі боп, солардың барлығы қолына жаңағы таяғын алып соғысты бастайды. Артынан Хангелді бастаған, бағана Қабанбай бастаған әскер келіп, осы Қорен ханды ұясына тұншықтырады. Одан барып бұл жердегі хан мына Түргендегі Ағанас хан деген болған. Ағанасқа барып қосылады. Ағанасқа барған кезде Райымбек батыр тағы да бағана қалмақтың арасына барып қосылады. Сонда қазақтың әскері артынан жеткенге дейін бір күн уақыт болады. Сол бір күн уақытты Райымбек тостырып отырып, бір күнде 17 рет жекпе-жекке шыққан. Бір күнде 17 рет. Мысалы мен кәсіпқой спортшымын. Жанқош кәсіпқой спортшы. Кәсіпқой рингте, бокста 3 минуттан 12 раунд. Санасаңыздар 36 минут, общий барлығы. Сол 36 неге әрең шыдайды Жанқош. Бізде ережі жекпе-жекте 5 минуттан 5 раунд. Біз оған әрең шыдаймыз. Ал Райымбекті қараңыз, өлімге басын тігіп, өлімге шығып жатыр. Бір күнде 17 батырмен, қалмақтың ең атақты батырларымен шығып, 17-сінде бірге басын шауып, 17-сінде найзамен түйреп өлтіреді. Не деген батырлық ол? Ал батырлық қайдан туады? Батырлық отанға деген махаббаттан, ата-анаға деген құрметтен, елін жерін сүйгеннен, жүрегінде иманың бар, рухың бар, содан туады. Ал езден батырлық туа ма?
қорқақтан батырлық туа ма, өтірікшіден батырлық туа ма? Ешқашан олар батыр болмайды, сатқын батыр болмайды ешқашан. Рухы биік адамнан ғана батыр туады. Сонда Алматыдан айырылды қалмақтар, Түргеннен айырылды. Сонда қалмақтың ханы анау Нарықол жақтағы Көкпекке барған екен. Көкпектегі бағанағы қалмақтың ханы Секер ханға барып, Алматыдан айырылдық, алмас оның білектей, балдырғаны жүректей. Түргенді тартып оны алды, қазақтар атқа мініп, қаруланып күш алды деген екен. Сонда Алматыға келіп Хорен ханды басып алғанға дейін қазақтың бағанағы мыңдаған әскерінде 100 адамның 30-ында ғана ат болған екен. 100 адамның 30-ында ғана толық 5 қарулы тас болған екен. Қалғандардың барлығында бақа, таяқ деген сияқты, шоқпар деген сияқты қарулары болған. Біз соны білуіміз керек.